осы сіздердің баршаңыздың алдында шынымен де Аллахтың бір өзі ғана құлшылыққа лайықты екенін куәлік етемін. Және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның Аллахтың жіберген бізге елшісі ретінде оның құлы екенін біз иман келтіреміз. Және де сөздердің ішіндегі ең жақсысы бұл Аллахтың сөзі, жолдардың ішіндегі ең жақсы пайғамбарымыздың көрсеткен жолы болып келеді екен. Аллах тағала әрқашанда біздер мен сіздерге дүние ақыретімізде пайдасын беретін ілімдерді нәсіп еткен болсын. Баршамыздың Аллах тағалаға деген танымымызды арттырсын. Және де Аллах тағала өзінің хақтыны осы ислам дінінің өркендеуіне жәрдем етсін. Осы жамағатта, осы мешітке келіп жүрген барша кісілерге Аллах тағала жасап жатқан құлшылықтарын қабыл етуін нәсіп етіп, олардың білімдерін артуын нәсіп етіп, ізгілікке бастасын дейміз. Енді кешеде бір кішігірім өздеріңізбен жолыққан кезде жалпы сұрақтар болды, сұрақтардың төңірегінде болды, әңгімелер жатты. Мұсылмандарға жиі кездесетін жағдайларды көбінесе айтып кетіп жаттық. Енді бүгінгі бір отырысымызда тақырыптың негізгісі ислам ішінде қосып айтып кетеміз, бірақ негізгі тақырып ретінде пайғамбарымыздың бір хадисін айтып кетуді, сол хадистің төңірегінде әңгіме қозғасақ дейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларына, тек қана сахабалар емес, барша өзін пайғамбардың үмбетімін деп есептейтін кісілердің бәріне айтып кеткен өсиетін айтқан екен: «Аксиру мин зикри хазимил лаззат», яғни адамның рахатын қашыратын өлімді жиі еске алып тұрыңдар деген хадис болатын. Осы төңірегінде айтып кетуді дұрыс көріп отырмыз. Адам өзінің өмірге қонақ екенін түсінген кезде өмірді реттей бастайды. Бұны түсінбейінше адам еш уақытта өзінің өмірін реттемейді. Жаңағы сол үшінде қазақтың айтып кеткені: өлімнің барын білмеген өмірдің құнын түсінбес дейді. Ол шырылдауық шегіртке сияқты жүре береді. Өмірі тек қана оның жаңағы қалай осы қарнымды тойғызсам, үстіме қандай киім кисем деген нәрсемен ғана шектеліп қалады екен. Сол үшін біз өмірге келгеннен кейін біз Аллахтың құлдарымыз, және де біздің өміріміз де, өліміміз де Аллахтың қолында екенін естен шығармауымыз керек. Одан кейін және бір нәрсені біліңіздер: Аллахтың жаратқан жаратылысы өте көп. Жерде жаратылысы өте көп. Құрт құмырсқасы бар, жануарлары бар, жыртқышы бар, ұшатын құстысы бар, жорғалап жүретіні бар, екі аяқпен жүретіні бар, төрт аяқпен жүретіні бар. Өте көп деген жаратылыстар бар. Сол жаратылыстардың ішіндегі біз біреуміз. Сол Аллахтың көп жаратқан жаратылысының ішіндегі жаратылысының біреусі біздер боламыз. Бірақ сол жаратылыстардың ішінде адамды Аллах құрметтепті. Бұлай салыстырма түрде ойлап қараңыздар. Енді осы Аллах тағаланың жаратылған жаратылысына көңіл бұрсаңыздар, ғалымдар әлде зерттеп жатыр, зерттеп біте алмай жатыр. Көбісі осы зерттеу барысында ислам дінін қалдап жатыр. Аспан әлемін зерттеп жатыр, 365 миллиард галактиканы таптық. Әрбір галактикада осынша жұлдыз бар екен, оның үлкендігі осындай екен, оның шексіз екен. Мынау біздің жаңағы солнечный системамыз дейді, ол дегеніміз осындай екен. Жаңағы күннің қасына жеріміз 100 литрлік қазанға тастаған тардай болады, ал күннің өзінің 500 есе үлкен жұлдызы бар екен, одан мынандай екен деп зерттегеніңізде таусылмайды. Шегіне жете алмай жатыр. Кейбіреулер айтып жатыр: мынау осы аспан әлемінің шегі бар ма? Бұл қандай үлкен деп қарап таңғалып, қандай үлкен жаратылыс деп таңғалды. Және тәртіп. Бірақ Аллах тағала сол жаратылыс не дейді? Жанаха баудатин, ол маған шыбынның қанаты құрлы ғана дейді. Біз үшін ол үлкен алып жаратылыс, Аллах тағала үшін шыбынның қанаты құрлы ғана. Енді сондай үлкен жаратылысының ішінде бір күн системасы бар екен, елеусіз. Күн системасының ішінде жер шар бар екен, елеусіз. Жер шарының ішінде біз жүрміз да. Өте кішкентай бір мән бермейтін нәрсе сияқты. Бірақ соған Аллах тағала, ешкімге мұқтаж болмаған Аллах тағала мән беріп, пайғамбар жіберіп, кітап түсіріп, жолын тапсын деп жіберген екен. Сол үшін Құранда келеді: «А'антум ашадду халқан амис сама». Сендердің жаратылыстарың күрделі ме? Жоқ, аспанның жаратылысы күрделі ме дейді. Шынымен де қарасақ, сондай өте күрделі жаратылыстар бар. Оның қасында біз ештеңе емеспіз, бірақ Аллах соның өзінде құрметтеп, бізге дінін, кітабын жіберді. Енді біз сол жаратылыс осы өмірге келген кезде
ештеңеге шамасы келмейді. Тамақ жемесе қарны ашады. Су ішпесең шөлдейсің. Киінбесең жаурайсың. Біреу ренжітсе ашуланасың. Бір әлсіз. Хулиқал инсаны заифан. Адам әлсіз жаратылған. Сөйтіп жаратылған бейшара пенде иннал инсан ла ятға ар-рааху стағна деп Құран аятында келген сияқты, сәл бір жағдайының жақсарғанын көрсе, шектен шыға бастайды дейді. Шектен шыққан сорақылығының біреусі өзің жаратқан Раббысына қарсы келе бастайды екен. Енді Аллахқа шүкір, бізді ондай сорақылықтан құтқарғандығына. Осы көптеген жаратылыстың ішінде, анық құсының ішінде адамды олардан ажыратып тұрған бір нәрсе бар. Ол бізге берілген ақыл. Ақыл. Сол үшін білесіздер, қияметтің күні болады, есеп күні болады, бүкіл нәрсе үшін есеп алады. Аллах Тағала сонда жануарлардан да есеп алады екен. Мүйізі бардан, мүйізі жоқтың арасында болған жаңағы бір-бірінен қисасын алып береді, қасасын. Мүйізі бар мал, мүйізі жоқ малды сүзген болатын болса, қияметте алады. Оған мүйіз береді, ол оны сүзеді. Осы малдардың өзінің арасында әділдік істеп береді. Одан кейін барып, Аллах Тағала адамдардың есебін ала бастайды екен. Жануарлардың есебін алып біткеннен кейін жануарларды не істейді Аллах Тағала? Топырақ қылады. Олар жәннатқа кетпейді, олар дозаққа кетпейді. Олар топырақ болады. Бірақ олардың да хақысын алып береді. Олардың да зұлымдық өтпейді. Егер Аллах Тағала, ойлаңыз, мүйізі бар мал мен мүйізі жоқ малдың бір-бірінен хақысын алып берген болса, сонда адамның жағдайы не болады? Біздің біреуді хақымыз кетіп қалады деп ойламаңыз, еш уақытта. Сол үшін қазақтың Құдай момының хақысын жемейді деген, мүмін деген сөзден шыққан ғой, иман келтірген хақысын жемейді дейді. Еш уақытта сенің хақың біреуде кетіп қалмайды. Бұл не деді? Ақыретте де. Сол кезде жануарларды малға айналдырған кезде кафірлер айтады екен, Құдайдың дінімен жүрмегендер, кафір деген кезде ойлап қалмаңыздар, бізде әлі күнге дейін қателеседі. Кафір деген адам Құдай жоқ деген адам деп ойлайды. Құдай жоқ деген адам ол өте бір тегі ақыл жоқ адам дәрежесіне түсіп кеткен. Өйткені пайғамбарымыздың заманда өмір сүрген бір пайғамбарымызға қарсы шыққан мүшриктердің өздері ешқайсысы Құдай жоқ деп айтқан жоқ. Пайғамбарымызға қарсы шыққан христиандар Құдай жоқ деп айтқан жоқ. Мәжусилер Құдай жоқ деп айтқан жоқ. Мүшриктер арабтардың Құдай жоқ деп айтқан жоқ. Олардың бәрі Құдай бар деді, бірақтан не істеді? Құдайдың қатарында басқа нәрсеге сыйынған болатын. Сондан бізде көп адам ойлайды, мұсылманшылық деген Құдай бар деп айту, кафір деген Құдай жоқ деп айту дейді. Жоқ, мұсылманшылық әлі бұнымен басылмайды. Егер Құдайды бар деп айтқаным жеткілікті, сол мені жәннатқа кіргізеді деп ойлайтын болса адамдар, онда жәннаттың төрінде біліңіздер, шайтан іблис отырады екен. Өйткені іблис өмірінде Құдай жоқ деп айтпаған екен да. Бір рет, біздерді адамдар айтқан. Атам горилла, шешем шимпанзе деген сияқты. Айтқан, Құдай жоқ деп. Ал шайтан өмірі Құдай жоқ деген сөз айтпаған. Және Құдай жоқ деп айтып былай тұрсын, Құранда келеді, «Инни ахафу раббал аламин», әлемнің Раббысы Аллахтан қорқам деген сөз айтқан. Бірақ шайтан үмітсіз дейміз. Ол дозаққа кіреді дейміз. Неге? Өйткені ол Аллахтың айтқанын істеген жоқ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Біз бүкіл адамдарға, жаңа періштелерге сәжде қыл дегенде, сәжде қылды, іблис сәжде қылмады дейді, бас тартты, сөйтіп кафірлерден болды. Құдайдың бұйрығын істемеді. Сондықтан кафір деген сөздің аудармасы Аллахтың дініне қарсы келіп қалу деген нәрсе екен. Аллахтың бұйрығын жек көру деген сөз екен. Содан қазақтың мұсылман болу әсте, кәпір болу бір пәсте деп жүрген содан да. Кәпір болу үшін не обязательно атеист болып кету. Намазың құрып кетсің, намазыңмен кет, көзіме көрме деген сөз жетіп жатыр да. Құран деген ертегі. Сол сөзіне жетіп жатыр. Шындық емес деген. Енді осы біз жаратқаннан кейін есеп болады дедік. Жануарлар топыраққа айналады, сонда кафірлер айтады екен, «Я лайтани кунту тураба» дейткенде өкініп. Қандай қасірет орнады біздің басымызға. Біз бүйтіп адам болып жаратылғаннан көрі дүниеге хайван болып, шошқан болып келгенде, сөйтіп есепті көрмей, мүйізі бар мені бір сүзіп, одан кейін топырақ айналып кеткенде ғой, дозаққа кірмейік деген арманда болады да. Әттең топырақ болғанда деп. Бітті, топырақ болу жоқ бірақтан. Сумма ла ямуту ва ла яхья. Дозаққа кіргізіледі. Дозақта не өлім жоқ, не өмір жоқ, азапты көреді. Ол және дозақты сипаттайтын аяттардың ішіндегі ең бір қорқыныштысы жаңағы олардың азабы
күннен әрбір сәт сайын күшейеді екен, азаймайды. Күшейе береді азап. Міне сол кезде осы жануарлар топырақ айналып кетеді. Бірақ соның өзіне есеп алады. Сол жануарлардан неге біз есепке ұшырап, неге біз жәннатқа досқа кіріп бара жатырмыз? Неге біз топырақ айналып кете алмаймыз? Өйткені бізге ақыл берген. Әрбір ақылды адам дұрыс ойланса, оның ақылы дінге, хақиқат дінге алып келе алады. Аллах тағала барлық адамға мүмкіндік берген, барлығы ақыл берген, сол ақылмен ол дінге келе алады. Осы ақылды дұрыс істетпегеннен кейін, болмаса нәпсі кергеннен кейін адамдар дінге келе алмайды. Көп адамдардың намаз оқымай жүргені, дінді мойындамай жүргені, дінге ілесе алмай жүргендері ақылын дұрыс істетпегендіктен. Сондықтан Абайдың бір сөзі дәл айтылады. Әрбір ақылды адамға иман парыз, имандыға ғибадат парыз дейді. Ақыл иманға алып келеді екен, иман құлшылыққа алып келеді. Бірақ та мен Құдайға сенем, жүрегім таза, құлшылық істемейді. Бұл жалған сөз, бұл өтірік сөз. Бір жігіт, сіздерге түсінікті болу үшін мысал айтайын. Бір жас жігіт бір қызға ғашық болды. Мен қызды жақсы көремін деп шалқайып жата бермейді ғой. Ол іздейді. Қалай сөйлессем екен, әке-шешемді қалай алып барсам екен, қалай құда түссе екен, ол қыз маған мақұл дей ма, мақұл демей ма, біз үйлене аламыз ба, үйлене алмаймыз ба деген уайым шеге бастайды. Ізденеді. Ал сөйткен адам одан да артық болған Аллахты сүйем дейді, пенсияға дейін күте тұр дейді. Алла сақтасын. Балағат жасы пенсия сияқты. Енді сол үшін айтқан, сүйдім дейсің Алланы тыйылмастан күнәдан, бұлай жалған сөйлер ме Раббысына сыр адам? Шын болса егер махаббат жүрегіңе орнаған, жасар едің құлшылық Құдайыңа ұнаған дейді. Егер жүректе иман бар болса, ол тыныш отыра алмайды. Ол ізденеді, ол амал істемеу, бұл үлкен айып боп есептелінеді екен. Енді осы тұрғыда біздің айтып кетейін дегеніміз, бір нәрселер бар. Адам ойланса, осы ақылын дұрыс пайдаланса, Аллахты мойындауға, Аллахты сүюге, Аллахтан үміт етуге итермелейтін нәрселер бар. Біреусі осы өлім екен. Адам әр өзінің жеке басына келетін өлімін білсе, сөзсіз. Және ол Құдайға қайтатынын білсе, ол Құдайды мойындауға тиісті болады екен. Мысалға алып қарайық. Сіз өмірге келдіңіз. Қазақтарда мынандай сөз бар. Бұрын қазір өлді деп айтамыз, біреу өліп қапты дейміз. Бұрын осы сөзді айтатын бет. Не деп айтатын өлген кісіге? Қайтыс болды, сосын о дүниеге кетті, жүріп кетті, марқұм болды деген айтады. Сосын дәм тұзы таусылды дегенді айта ма? Шаруасы бітті дегенді айта ма? Бітті, бітті, шаруасы бітті дейді. Осы күйде қарасаңыздар, осы нәрселер айтылады. Және сол кездегі кісілердің өлген кісіге қалай дәл және нақты айталатындықтар. Біз өлді деп қойсаңыз болды. Дәм тұзы таусылып деген, бұл да шариғаттан келген нәрсе екен. Әрбір адамның тағдырына жазылған несібе рызқысы таусылмайынша, оған еш уақытта ажал келмейді екен. Егер сіздің тағдырыңызға Қарағандыда бір досыңыздың үйінен бір соғымның етін жеу тағдырыңызға жазылған болатын болса, сіз соғым етін жеп тауыспайынша тағдырыңызда сізге ажал келмейді. Сол үшін дәм тұзы таусылды дейтін содан да. Екінші білесіздер, Жүсіп пайғамбарға Аллах тағала не қылған? Түс жору қабілетін берген. Ол зынданда болды, түс жоритын еді, екі кісі түс көрді, келіп айтты, біздің түсіміз жорып берді. Сонда Жүсіп пайғамбар бірден түсін жорып берді ма? Жорып берген жоқ. Бірінші айтты, мен бір сөз айтып аламын тамақ келгенше, соны тыңдаңдар, сосын жорып беремін деді. Олар түсін жорытуға мұқтаж, сонда мақұл деді. Сонда оларды уағыздады. Түрлі-түрлі Құдайға сыйынған жақсы ма, бір ғана Аллахқа сыйынған жақсы ма деп. Сөйтіп оларға таухидты уағыздады. Уағыздап болған екен, көрген түстерін сұрады. Біреу айтты, мен ыдыспенен жаңағы сусын тасып жүрмін деді. Біреусі айтты, менің басыма нан тұр екен, нанды құстар жеп жатыр деді. Сусын тасып жүрген айтты, сен патшаның сарайына қызметші болып кіресің, жұмыс істейсің. Ал сені өлім жазасына кеседі деді. Түс солай жоқ, өйткені оның дәм тұзы таусылып жатыр да, құс жеп кетіп жатыр. Түсіндіңіздер ме?
Сондықтан қазақта дәм тұзы таусылды деген бітті. Рызқысында Құдайдың белгілеп берген дәм тұзы таусылды. Оны артығын жей алмайды. Өмірден содан өтті деген сөз екен. Ал екінші қайтыс болды деген сөзі қайтты. Қазақтың жалпақ сөз. Құдайына қайтты. Ал Құдайға қайтқан кезде сен немен қайтуың керексің? Құдайға сен мен бизнесмен деп бара алмайсың. Мен әкіммін деп бара алмайсың. Мен участковыймын деп бара алмайсың. Мен жаңағы мал бақтым деп бара алмайсың. Мен пенсионермін деп бара алмайсың. Мен спортсменмін деп бара алмайсың. Оның нәрсесі керегі жоқ. Мен ұзынмын, мен қысқамын, мен әйелмін, еркекпін деп бара алмайсың. Аллах Тағала сендердің амалдарыңменен сендердің жүректеріңе қараймын дейді. Қалғанына қарамайды. Илля ман аталла биқалбин салим. Ол күні кім сау жүрекпен келсе, сол пайда береді дейді. Өйткені түсінікті нәрсе, мектепке оқушы барса, мектепке бару үшін оған не керек? Дәптер, қалам, ручка, сумка керек. Оны соны алып барады. Өйткені мектепке бара жатыр. Құр бармайды ғой, құр алақан. Аңға біреу шықса, оған мылтығын ала барады, итін ерте барады. Өйткені сол керек. Әркім баратын жеріне қам жасайды. Енді ақыретке бәріміз кетіп бара жатырмыз. Оған қам жасау керек. Біз кішкене бір жолға шығатын кезде дайындаламыз, дұрыс па? Жезқазғаннан Қарағандыға машинамен шығайын деп жатырмыз. Кетіп бара жатсыз, не таксимен, не өзіңіз машинаңызбен. Сіз қаражат аласыз ба? Аласыз, дұрыс па? Сізге такси тегін алып кетпейді. Машинамен бензин құясыз заправкадан. Егер бензин құймасаңыз, тәуекел етем десеңіз, жолда таусылып қаласыз. Сіз себеп жасайсыз, бензин құясыз. Сіз күн суық, үстіңізге киесіз. Футболкамен шығып кетпейсіз. Үйден жылы шықтым, машинаның іші жылы пешке істеп тұрады. Сіз киесіз, өйткені бараңыз ояқта керек болады. И жолға қажетті жағдайларыңыз істейсіз. Қой бір документ керек болып қалар деп, паспортын біреу сұрап қалар деп, жазып алар деп, паспортын алып аласың. Дұрыс па? Керек болады ондайда. Соны аласыз. Өйткені сіз жолға шығып бара жатсыз. 1-200 болмаса, 1-500, 100 километрге сіз дайындалып атсыз. 4-5 сағат үшін. Ал ертең алдыңызда сөзсіз бір сапар күтіп тұрды. Ол алыс, оған дайындық керек. Ол өлім сапар. Кетеміз Құдайдың алдына. Ол жерге де бензин құйып алу керек. Ол жерге де документ алу керек. Сұрайды ертең бараңыз періштелер. Кірген кезде, бірінші тамашаның қабірі жатқан кезде, Раббың кім сен дейді. Пайғамбарың кім, дінің не дейді. Документ давай жазып алам дейді. Айтуың керексің сол кезде. Ояқта сұрақ бар. Осы нәрсенің бәрі алдымызда күтіп тұрған нәрсе. Біз қысқа бір сапарға дайындалсақ, онда ақылы, миы бар жұмыс істейтін адам, онда үлкен сапарға да дайындалу керек. Сол үшін ертең қияметтің күнде жануарлар топыраққа айналып кетеді, адам топыраққа айналмайды, ол жәннатқа тозаққа кіреді, өйткені оның ақылы Құдайды тауып беруге жеткілікті еді. Сол үшін бізден сұрақ алады. Сен не үшін бұл Құдайға келетін күнге дайындалдың, неге дайындалмадың? Неге сен Құдайдың бұйрығын істедің, неге істемедің? Неге сен намаз оқымадың? Неге сен шариатпен жүрмедің? Қазір біз айтамыз, бір молда бар, біреу уағыздаса, бір аталарымыз бар, бір кісілерге айтса, ей қарағым, балам, сен намаз оқы деп қазір бір атамыз біреуге айтса, айтады, мен қазір уақытым жоқ, мен сіз сияқты шал болайын, пенсия ашайын, қол босайды сол кезде. Мен қазір істей алмаймын, мен ол мүмкін емес, мен қолымнан келмейді дейді. Ал Аллах Тағала Құранда айтады, ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Мен адамдарға шамасы келмейтін нәрсені жүктеген жоқпын дейді. Айтады, мен шамам келмейді дейді. Кім өтірікші болу керек сонда? Аллах Тағала оған шамасы келмейтін нәрсені жүктеп қойып па, жоқ оны шынымен шамасы келмейді. Аллах өтірікші болмайды. Өзіміз өтірікші боламыз. Сондықтан біз намаз оқымаған кезімізде, біз мешітке келмеген кезімізде, біз ораза ұстамаған кезімізде, біз күнә істеген кезімізде, біз сауап іске қызықпаған кезімізде кез келген молдаға сылтау айта аламыз. Тіпті пайғамбарларға сылтау айтқандар болған. Бірақ Аллахтың алдында сылтау жүрмейді. Аллахтың алдында екі-ақ нәрсе: істедің, істемедің, болды. Құдай бұйырды. Және Аллах айтты, мен юридуллаху бикумул юсра, сендерге Аллах жеңілдік қалайды деді. Ауырлық қаламайды деді. Шаман келмейтін нәрсені жүктеген жоқпын деді. Тұрып оқи алмасаң, отырып оқы, отырып оқи алмасаң, жатып оқы. Сумен дәрет алмасаң, Құран дәрет ал. Бүкіл нәрсе. Тіпті соғыс болса қалай намаз оқын айтып қойды. Хирург болсын, сен хирургсың, адамға операция істеп жатсың. Намаз уақыты келіп қалды, сенің операцияң 5 сағатқа созылып кетті. Асыр уақыт өтіп бара жатыр. Шам болып бара жатыр. Адам тастап кетті, оқы деп айтпайды. Адамды сол тігіп жатып оқи бер дейді. Ишараттан оқи бер дейді. Бүкіл нәрсе шариғатта қаратылған. Бүкіл нәрсе айтылған. Бар, бірақтан намаз оқымауға рұқсат берген адамдар.
жас балалар оқымаға рұқсат берген. Екінші жынды. Туған кезде жынды болып туған, болмаса бір стройкадан өтіп барған басына кірпіш түсіп кеткен ба біреу. Одан босатылады. Осы екеуінің біреусінің қатарына кіретін болсақ, оқымай қойсақ болады. Болмаса әйел кісілердің бір ерекше жағдайлары бар, қан көретін, сол кезде олар намаздан босатылады. Егер қалғандарымыздан сондай қан сауғалап баратса, тоқтамай, жыл 12 ай оқымай қояйық. Рұқсат, Алла рұқсат береді. Егер сен жынды болмасаң, балағатқа жеткен болатын болсаң, денсаулығың нормальный болып тұрса, онда сен намаз оқуың керексің. Бітті, басқа сылтау жоқ. Ханафи мазхабы бойынша, Ханафи мазхабы, бізде тараған. Ханафи мазхабы бойынша айтады, әйел кісі туайын деп жатқан кезде толғақ қысып, намаз оқысы келіп қалса, намазын оқысын дейді. Оқу тиіс дейді. Сондықтан кешегі өткен біздің бабаларымыз не деп айтты? Бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек тілеңіз, ер шұғыл пасық залының тіліне еріп азбасқа, үшінші тілек тілеңіз, шүлсіз көйлек кимеске, төртінші тілек тілеңіз, төсек тарып жатпасқа, бесінші тілек тілеңіз. Не деді? 5 уақытта 5 намаз біреу қаза қалмаса деді. Сонау заманда қиналып атқан кезде машина жоқ, кондиционер жоқ, пеш жоқ, жағдай жоқ, мүмкіндік жоқ, су деген керемет болып атқан жоқ, мынандай жаңағы квартиралар жоқ, жылы су, мұздай су қатар ағып тұратындай. Дәретхана жоқ, бір жерге салатын, ана қырға шығып келу керек. Біраз жерге бар. Кигіздің ішіне отыра алмайсың. Сондай заманда және қырғын болып жатыр, соғыс болып жатыр. Және сол кезде шығып атқан өлеңдер бар, да? Қара таудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді, қарындас пен қарорман қалғаннан соң екі көзден мөлтілдеп жас келеді деп жатқан заман етінде. Қырғын, соғыс, дұшпан келді де, мияқты қырып, жойып, әйел кісілерді тонап әкетіп қалды, малыңды сойып жеп жатыр, әйелің етегін көтеріп қорлап жатыр, сен мияқты уайымдап жатсың да жылап. Не істеймін, әйелім кетіп қалды, не істеймін, қызым кетті, қарындасым, шешем кетіп қалды, жаудың қолында құтқаруым керек, қорлап жатыр оларды деп уайымдап жатқан кезде айтады олар, 5 уақытта 5 намаз біреу қаза қалмасқа дейді. Сөйткен қазақтар ең болмаса жұмаға келсе екен деп жүрміз да. Жұмаға келсе екен деп жүрміз. Сондықтан бұл шынымен де келгенге ертең Құдайдың алдында сұрақ болады. Сол үшін бізге ақыл берді ма, ақыл істетуіміз керек. Осы ақыл Құдайдың хақ екенін тануға бізге жеткізеді. Осы ақыл Құранды түсінуге алып жеткізетін ақыл бар бізде. Хадис түсінуге алып келетін ақыл бар бізде. Қайсы дін өтірік, қайсы дін шын екенін түсінуге жететін ақыл бар. Тек қана біз соны істеткіміз келмейді. Тек қана біз өзімізге керек нәрсені қана ойлағымыз келеді. Сол асхана мен туалеттің арасында шаршатып, тоздырып атқаннан басқа ештеңе істегіміз келмейді. Сол үшін Құранда не дейді? Кафирлер валладина кафару. Бір сондай қарсы келуші кафирлер бар дейді. Қарсы келуші дінмен жүрмейтіндер. Якулуна кама таакулуна ан'ам. Олар ішіп жейді, малдар ішіп жеген сияқты дейді. Ятаматтаун, олар да рахаттанады, үйленеді, үй жайлы болады. Уаннару масваллахум, бірақ баратын жерлері тозақта дейді. Өйткені егер осы ақылмен дін ұстанбаса, сенің басқа жануарлардың айырмашылығың жоқ. Ешқандай айырмашылығың жоқ. Бірақ олар жануар болғаны үшін топырақ айналып кетеді, а сен топырақ айналмайсың, сенің баратын жерің тозақ болып қалуы әбден ықтимал. Аллах одан сақтасын. Сол үшін осы басымызға келетін нәрсені естен шығармай, бізде көбінесе ойлаймыз, көп жерде қателік бар. Өлетіндер тек қана осы қартайған адамдар өлетін сияқты ойлаймыз да. Өлсе осы шал өледі, өлсе осы кемпір өледі деген ойда жүреміз. Ажалы келген өледі. Қарттық ол себеп. Өйткені ары қарай уже баратын жер жоқ. Төрімнен көрім жақын деп отқан кез. Бірақ ажал ол келе береді Аллахтың қалаған уақытысында. Қарттар өледі деп кей кезде өлең шығарғанбыз, енді халықта тарап кеткен. Неменеңе жетістің қайран бала, бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Қариялар дейді, азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр дейді. Яғни қартайдың бітті өлім, бірінен соң бірін әкетіп жатыр. Неменеге жетіспесің ей бала батыр дейді. Сен қарт болмайсың ба, сен бір күн сол өлімнің кемесін мүлт кетпейсің ба деп жатыр да. Осы өлеңді тыңдап отыр біреу айтады дейді. Неменеңе жетістің қайран бала, маңайыңа қарада ойлан бала. Өлгендердің көбісі жастар екен, қартаймайынша ажал жоқ деп тайраңдама дейді. Келе береді. Көп өлім қайта жастарда. Бұны имамдар да жақсы біледі. Өзіміз имам болғанымызда көргенбіз. 10 өлім болса, 7-8 жастар болып жатады.
Сол үшін бұл өмірге келгеннен кейін бұл нәрсені естен шығармауымыз керек. Біз тұрмақ, бізден де абзал болған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға өлім келген еді. Сонда қызы Фатима қасында, Айшанамыздың алдында болды. Сонда пайғамбарымыз қиналады, есіне келеді, есінен кетеді, терлейді. Есін жиған кезде ылғи уағыз айтады. Есін жиған кезде өсиет қылады. Есін жиған кезде дұға қылады. Аллахумма ла таджални қабран васанан юъбаду. Я Аллах тағала, менің қабірім сыйынатын орынға айналып кетпесінші, Аллах тағала. Бірақ та есін және айтады. Ла'аналлаху яһуда ван насара иттахазу қубура анбияъ масажид. Аллах тағаланың яһудилер мен христиандарға қарғысы болсын. Олар пайғамбарлардың қабірін сыйынатын орынға мешітке айналдырып жіберді дейді. Үмбетіне әдейі ескертіп жатыр, осы нәрсе кетіп қалмасын, молаға сыйынып кетпесін деп. Осы сөздерді айтып жатыр пайғамбарымыз. Бір уақытта пайғамбарымыз қатты қиналып есіне келген кезде есін жиітті, айтты: Ла илаха иллаллах инна лил маути ла сакарат, деді пайғамбарымыз. Аллахтан өзге құлшылық етуге лайықты ешбір тәңір жоқ, өлімнің қиындығы бар екен деді. Қараңыз, пайғамбар қиналады. Өлімнің қиындығы бар екен деді. Біз мына өмірден ішіміз ауырмай, тісіміз ауырмай өтуіміз мүмкін, бірақ өлмей қалу мүмкін емес. Өлмей қалу мүмкін емес. Жасасаң да мың амал, өлімге бөгет болмайды. Миллиондарды жұтқан бұл ажал түйіліп саған қалмайды дейді. Бір күн кетеміз бізде. Ал өлген кезде құр өле салсаң жақсы. Көппен көрген ұлы той. Кім өлмейді, мен өлейін дейді. Сол күйінде кете ме? Құран не дейді? Күллу нафсин заиқатул маут. Бүкіл жан егесі, кеудесі жан адам, өлімнің дәмін татады дейді. Қазақта зауқ деген сөз бар, білесіздер ме? Қариялар білесіздер, білмеймін. Қазір біз аппетит деп айтамыз. Бұрын кезде тамақ ішпесең зауқым жоқ дейді, зауқым жоқ дейді. Аппетитім жоқ дейді. Қазір аппетитім жоқ дейміз. Аталар, апалар ғана айтып жүр бұл сөзді. Қазақтың бір көне сөз сияқты көреміз. Осы сөз Құраннан келген сөз екен. Зауқ, дәмі деген сөз. Қараңыз, Аллах Тағала Құранда, Аллах бізді жаратты, бізді жақсырақ біледі, біз не басымыздан ертең күй кешетімізді. Қандай күй кешетімізді Аллах жақсы біледі. Сондықтан адам өлген кезде өледі деп айтпайды, өлімнің дәмін татады дейді. Сен жақсы адам болсаң, саған жақсы болып келеді. Күнәһар болсаң, күнәһар болып келесің. Мұсылман болсаң, мұсылманша дәм болады. Кәфір болсаң, кәфірше дәм болады. Мұнафиқ болсаң, мұнафиқша дәм болады. Мүшрик болсаң, мүшрикше дәм болады. Сол күйінде саған келеді. Оны татпайтын, өлімнің қиыншылығын көрмейтін ешкім болмайды, естеріңізде болсын. Пайғамбар қиналды. Өлімнің қиындығы бар екен деді. Қызы Фатима пайғамбарымыз қиналған көріп, я әке, я абати. Ей әке, қалай қиналдыңыз ғой деп шыдамай кетті да. Қызым, бұдан кейін әкең қиналмайды деп айтты да. Осы өлімнен өткен екен. Егер біз де сол өлімнен өткен екен қиналмай қалсақ жақсы еді. Арқанда есеп болып кетпесе болды да. Сол үшін айтқан, қазақ, өтіп кетер зуылдаған азақ күн, есеп беру өлімнен де азаптан дейді. Біреулер өледі, қиналып, жаны шығып жорға дегенде. Оның еріңізде дүниесі, бала шағасы, істеген тірлігі, жастығы, денсаулығы, бүкілін есеп алған кезде, ана жорға қиналып өлген өлімін, бұл есеп алынбай-ақ қойса екен, тағы да мені 1000 рет өлтіріп тірілсе екен деп арман дейді. Мыжып отқа жағып өлтірсе де дайынмын дейді. Егер есептен құтқарам десе. Ол арғай одан да қиын болып кетеді екен. Ал пайғамбарларға арғай жеңіл болады. Сондықтан бұл өлімнің дәмін көрмей қалатын адам болмайды, бірақ жеңілдетілген адамдар болуы мүмкін да. Құдайдың рахымы түсіп, Құдайдың мейірімі түсіп, оған жеңілірек болып келуі мүмкін да. Жеңілірек болып келуі мүмкін. Сол үшін арабтың бір ғалымы шығарып кеткен өлеңі бар екен. Сонда айтады: "Алейка би тақваллахи ин кунта ғафилан, я'тика бил арзақи мин хайсу ла тадри. فكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والبحر في البحر والحوت في البحر فمن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر
تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات بغير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر فكم من فتى أصبح وأمسى ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري فمن عاش ألفا أو ألفين لابد من يوم يسير إلى القبر. Қазақшасы: өтем десең, бұл өмірден қатерсіз. Жетем десең, ақыретке қатерсіз. Өтіп кетпе, бұл өмірден қаперсіз. Уайымдама, аш қалам деп ертеңмен, рызқың саған бекітілген ертеден. Тек күшпенен келер болса астамақ, бүркіт барда торғай байқұс аш қалмақ. Жатар кезде жұмған көзің, ай қайдам, қайта ашыла бермес қайтадан. Сау адам да ауырмастан өтіпті. Аурулар да талай жасқа жетіпті. Бір адам бар күліп жатыр қарқылдап, ертең оған пішетін кебін сатылмақ. Сүрсең дөмір, көштен озып ғасырлап, бір күн қалар, көр астында басың нақ дейді. Сондықтан бұл өмірге шынайы қалай бір көрек. Бұл өмірге шынайы қалай қарай білу үшін өзіміз өмірге жасаймыз ба, жасамаймыз ба? Құдайды тануға алып келетін нәрсенің біреусі осы өлімнің бар екенін сезіну. Өлімнің бар екенін сезіну. Ертең қалай болады? Адамдар ойлайды, ертең не істеймін дейді. Осы сұрақ көп адамдар қояды. Бұны мектепте де қояды. Ертең кім болам деген. Өткенсіздер ме сол? Өттіңіздер ғой. Ертең кім болам? Ғарышкер болам дейді, біреу тракторист болам дейді, біреу қойшы болам дейді. Соны жазылады ғой кішкентай балаларға. Ертең деген сөзіміз бар айтыр. Қызметтегі адамда ертең не істеймін дейді. Ертең охотаға шығайықшы, дем алайықшы, шаршадық. Ертең не істеймін? Ертең бір бастықты қонаққа шақырайық. Сөйтіп кішкене отношениені дұрыстайық. Ертең бір керек болып қалуы мүмкін бұл кісі. Ертең не істеймін? Ертең пәленшенің әйелін туған күн, соған подарок алып барайық. Ертең не істеймін? Ертең бильярдқа барайық. Ертең не істеймін? Ертең давай юбилейіміз жасап жіберейік, 50 жасымызды. Ертең не істеймін? Әкем асын берейін. Ертең не істеймін? Осы. Бірақ ертең деген сөзді Аллах Тағала қияметке де айтады. Я айюхаллазина амануттақуллаха вал таңзур нафсум ма қаддамат лиғат дейді. Ей иман келтіргендер, Құдайдан қорқыңдар, ертеңгі күндерге не дайындап жатқандарыңа бір көз сақ қойыңдар дейді. Аллах Тағала қияметтің күнін ертең деген болатын болса, онда өлім одан да жақын болуы мүмкін да бізге. Біз білмейміз. Қашан келетін біз білмейміз. Сонда шынымен әр уақытта дайын болуымыз керек. Жалпы ғалымдар айтады, Аллах Тағала дейді, өзі Құдайдың бар екенін ескертетін екі нәрсе бар. Біреу сөйлеп ескертеді, біреу сөйлемей ескертеді. Сөйлеп ескертетіні Құран, сөйлемей ескертетіні өлім дейді. Егер Құдай Тағала саған біреудің өлгенін көзіңе көрсетсе дейді, Аллах Тағала сені тәубеңе кел деп уағыз қылып жатыр дейді. Сен бір уақытта біреу досым қайтыс болды деп ойласаң, онда саған да бір өлім келуі мүмкін деген сөзді. Егер сен жолда кетіп бара жатыр, бір машина аударылып жатыр, қарасаң ішіндегі адамдар талқан шығып, қаптың ішінен шауып сап қойған соғым ет сияқты болып, киімдерінен сүйектер одырайып шығып, қан быт болып шек қарын ақтарып жатыр. Бір подъемға шықсаң сондай қырылып жатыр. Мүмкін Аллах Тағала саған астағфирлахты айтып қалуға, сәжде қылуға, Құран оқуға мүмкіндік беріп тұрған мүмкін, өйткені келесі подъем сенікі болуы мүмкін. Сені біреу соғып кетуі мүмкін. Аллах ескертіп тұр. Біз білмейміз. Тоққа түсіп кетеміз ба, суға түсіп кетеміз ба, отқа түсіп кетеміз ба, машина қақып кете ма, біреу пышақтап кете ма, ол белгісіз. Жалпы шындап келген кезде неден өлген қасірет емес. Қасірет кім болып өлуде? Сол үшін Құранда өлмеңдер деп айтпайды, өйткені бәрі өлеміз. Бірақ Құран айтады: "Уала тамутунна илля ва антум муслимун". Мұсылман болмайынша өлмеңдер дейді. Мұсылман болмай өліп кету бұл үлкен қасірет болады. Пайғамбарымыз оны жақсы түсінетін. Абу Талиб пайғамбарымызға көмектескен, әкесінің ағасы, сол кісінің қолында өсті. Бірақ ол кісі иман келтірмеді. Өлейін деп жатыр. Яджуду нафсаху дейді. Соңғы демдер шығып жатқан еді дейді. Пайғамбарымыз оның қасына алды. Пайғамбарымызды жетім болған кезде асырап бақты, қорғанына алды.
материальный, моральный өте көп көмектер көрсетті. Пайғамбарымыз өте жақсы көрді. Өзінің балаларынан артық жақсы көрді. Тіпті өзінің төсегіне пайғамбар Мұхаммедті отырғызатын еді, басқа балаларын отырғызбаса да. Ағасын баласын сондай жақсы көрді. Бірақ сол кісі иман келтірмей өліп бара жатыр да. Пайғамбарымыз біліп тұр, ертең оның алдында не күтіп тұрған. Уайым шекті, қайғырды. Өйткені пайғамбарымыз айтады: "Лау кунтум та'ламуна ма а'лам, ладахайттум қалилан фабакайтум касиран" дейді. Егер сендер менің білетінді білсеңдер, аз күліп көп жылайтын едіңдер дейді. Барытта Абу Талиб айтып жатыр: "Я Абу Талиб, я жаңағы аға, я амми, құл ла илаха илlallah, ла илаха илlallah деп айтшы дейді де, жылап тұр. Өйткені сонымен келсе ақырет жеңілдейін деп тұр. Айтшы ағатай деп. Айтып үлгермеді, өліп кетті. Өліп кетті. Пайғамбарымыз қатты уайымдады. Дұға қылайын деп, оған Аллахтан кешірім, жеңілдік болсын деп дұға қылайын деп еді, Аллахтан аят түсті. Біреудің мушрик болғаны анық болған кезде оған дұға қылуға болмайды деген. Пайғамбардың өзін тиіп тастады. Өйткені қабыл емес. Құдайға қарсы келген адамға сен қалай мынаяқтан келіп орташа араша түсе аласың? Құдайын ренжіткен адамға. Сол үшін осы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға бір күні бір кісілер келіп сұрақ қойды сахабалардан: "Фа айюл муъминина акияс?" Я Аллахтың елшісі, иман келтіргендердің ішіндегі ең ақылдылары кім деді? "Фа айюл муъминина акияс?" Ең ақылдысы кім деді? Сонда пайғамбарымыз айтып жатыр: "Аксарухум лил маути зикран ва ахсанухум лима ба'даху исти'дадан" деді. Мұсылман, Құдайға сенгеннің ішіндегі ең ақылдысы деді, өлімді көп ойлайтындар мен өлімнен кейінге болатын жағдайға көп дайындық жасайтындар деді. Ақылдылар осы деді. Бізге ақыл сол үшін берген екен. Сол үшін де я аyyuhallazina amanu taqulloha, иман келтіргендер Құдайдан қорқыңдар деп жиі айтылатында осыдан болып келеді екен. Енді бұл шынымен Аллахтың хақ екенін ойлауға, тіпті иманның көтерілуіне алып келетін нәрсе. Сол үшін пайғамбарымыз тек қана жақсылыққа өсиет етеді, соның өсиетін бір өзінде осы нәрсені жиі еске алыңдар дегені рас болатын. Көп адамдар ертең не істеймін, аңға шығам ба, ертең не істеймін, бильярдқа барам ба, ертең не істеймін, қонақ шақырам ба, ертең не істеймін, біреу туған күнмен құттықтайын ба деп жатыр. Бірақ шынымен ертең не істейміз? Ертең ажал келгенде не істейміз? Алқымыздан алғанда не істейміз? Өлімге біз дайынбыз ба? Қандай күйде кете аламыз? Сол кезде біз ла илаха айта аламыз, айта алмаймыз ба? Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Кімнің соңғы сөзі ла илаха иллаллах болса, ол жәннатқа кіреді" дейді. Біз айта аламыз, айта алмаймыз, білмейміз. Мен имам болып жүрген кезде 100-ден аса адамды кебінделді, көз алдымда, жаназасы шығарылды, бірақ сонша 2 адамды білемін да ла илаха айтқан. Бірақ екеуі де намаздарын тастамаған, Құдайдан қорққан адамдар еді. Және бір кісіні білем, ол мұсылман бауырымыз еді кәдімгі. Ауырып жүретін, енді денсаулығы Аллах сынақ берген ғой. Енді ауру ол да Аллахтың сынағы. Ауру ол да Аллахтың сынағы. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға бір кісі әйел кісіге айтты: "Менің қызым бар, сол қызымды алыңызшы. Қызым сұлу, қызым ақылды, қызым жақсы, қызым осындай" деп сипаттады. "Қызымды алыңыз, сізге лайықтап жатырмын, сіз осыны сізге лайықты қызым" деп пайғамбар сипаттап. Пайғамбарымыз ойланып тұрып тұрған кезде бір айтты: "Менің қызым" деді, "керек десең туғаннан бері мүлдем ауырып көрген жоқ, аурудың не екенін білмейді" деді. Сол пайғамбарымыз ойланып қалды да: "Ла хаджат ли фиха" деді. "Кешіресіз, мен сіздің қызыңызды аламайды екенмін" деді. "Неге?" деді. "Алама, мен қызым ауырмаған" деді. "Аламайын" деді. "Неге?" деп еді. "Аллах Тағала жақсы көретін адамды ауру жібереді" деді. Жақсы көретін адамны ауру жіберіп тұрады деді. Сондан қарап тұратын болсақ, ертең біз не істейміз шынымен ажал келгенде? Жаңағы досым бар еді. Мен ол досымды жақсы көретім. Оның білімі, тасып баратқан білім жоқ, бірақ ықтиятты, Құдайдан қорыққан, бір көзін харамнан тиятын. Ананы көрген кезде бір жүріс тұрысы уағыз сияқты, саған ештеңе сөйлемейді. Бірақ оның Құдайдан қорқатындығы, оның мешітке жиі баратындығы, намаз оқыған кезде маңайын ұмытып кететіндігі, оның көркем мінездігі, оның сабырлығы, енді кедей болды, масқара кедей болды жаңағы жігіт. Бірақ соны ешкімге білдірмейтін. Бала шағасын бәрі не отырып, неғысын келтіріп, соның арасында Құран жаттап жүрді. 13 километр ме, 15 километр жерден келіп Құранды үйреніп кетіп жүрді. Үйреніп кетті, және кейін басқалар оқыта бастады. Сол жақтан келіп кетіп жүрді. Құран үйренді. Сондай бір әдеп, сабырлы, сөйтіп ешкімге білдіртпей жүрді. Қолынан келгенше сүннетпен өмір сүрді.
денсаулығы бұрыннан нашар болған екен, енді Аллах сондай бір иман беріп тұрған болу керек. Сөйтіп жүрді, ана жігітті мен қатты жақсы көретін. Кейін оқуға кеттім, 2 жыл сыртта болдым. Сонда бір қызығы, адам жақсы көрген адамы есіне түсе береді екен да. Оқтын, сол жігіт менің есіме түсіп кете береді. Ойлап қоям, қалай болып отыр екен. 2 жылдан кейін келдік, мұсылман бауырларымыз бәріміз кездесіп жатырмыз. Бәрі келіп амандасып, бәрі әңгімелесіп, мешітте отырмыз, уағыз айтып үйтіп жатыр. Ана жігітті қараймын, жоқ, ана жігітті қараймын, ол мешітке көрші еді. Мешітке жабысып тұрған үй. Қараймын, әлі жоқ, бірақта тұрмын, бірақта жігіттерден ойында ештеңе жоқ. Қаяқтағы бауырымыз? Абдулвахаб қаяқта десем, бәрі үндемейді, төмен қарайды. Сосын бірдеңе болған сезімде. Қаяқта десем, үндемейді. Сосын бір айтады, қайтыс болып кетті дейді. Қайтыс болып кетті дейді. Сосын айтып отыр да, қызық болды дейді. Мешіттен қалмай келіп жүрді дейді. Әйтеуір ең соңында адымдап келіп кетіп жүрді дейді. Закрытый туберкулез ана іштей болған ғой, қатты неғып кеткен. Ең соңында мешітке келе алмай қалды дейді. Мешітке келе алмағаннан кейін біз оны хал жағдайын білейік деп үйіне бардық дейді. Үйіне барсақ төсектен тұра алмай қалған екен дейді. Сосын кішкене азған, бірақ жүзі нұрланып жатыр екен дейді. Сондай әдемі, сақалын өз кеудесін жауып сөйтіп жатыр екен. Сосын қасына барып, қалайсың, бәрі жақсы, күліп отыр, не қылды, сөйтіп бізге кішігірім уағыз айтты дейді бірақта. Білесіздер, туберкулезбен ауырған адамға сөйлеу қиын ғой, бірақ бізге уағыз айтты дейді. Сөйтіп жадырап кетті дейді. Сөйтіп айтып жатты, күліп отырған дейді. Бірақта тоқтап қалды дейді. Сөйтті да, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп сылқ етіп өліп қалды дейді. Өйткені Аллах лайықты қылды да. Ол солай өмір сүрген, сонда ол сөзге лайықты. Адам жүрегі губка сияқты да. Суға салып шықсаң су шығады, сүтке салсаң сүт шығады. Ертең біз білмейміз. Ертең не істеймін? Ертең соғым жеймін ба? Ертең құмшекер аламын ба? Ертең нан сатып аламын ба? Біз ертең не істейміз өлім келгенде? Ертең біз не істейміз? Қабірде періштелер сұрақ қойғанда, Раббың кім? Дінің не? Пайғамбарың кім деп сұрақ қойғанда? Оңай емес ол. Бұл хадисте келген кезде айтады, періштелер келіп сұрақ қояды дейді. Раббың кім? Пайғамбарың кім? Дінің не деген кезде білетін адам жауап береді, білмейтін адам не деп айтады хадисте? Ла адри дейді екен да. Қиналып дем шығарады дейді тұр бірақта. Білмеймін дейді екен да. Ол білмейді емес, біледі, кафір де біледі пайғамбарымыздың аты кім екен, Мұхаммед. Ислам деп айта салу оп-оңай емес пе? Не ол 5 әріптен тұрған нәрсе. Мұхаммед деп айта салу оңай ма? Аллах деп айту оп-оңай, ең жеңіл сөз. Аллах деген сөз жеңіл, Аллаға жол емес деп айтқандай бауырларымыз. Ең жеңіл сөз, неге айта алмайды? Өйткені оған лайықты болмады да. Осыны Шейх Усаймин түсіндіреді. Деп қиналып атқаны, мына емтихан тапсырғанда білесіздер ме? Сен бір сұрақтың жауабын білесің. Саған келіп қалды. Сен білмей тұрсың да, сол кезде есіңе түспейді. Білетін едің оны сен 5-ке. Бірақ есіңе түспей жатыр, есіңе шығып тұр. Білетінен деп қиналып кетесің ғой бір. Тоқтай тұршы, бір сөз сөйлемей тұршы, мен қазір есіме түсірейін. Болмаса бір айтқан кезде, тілімнің ұшында тұр деген адамнан біреудің атын түсірген кезде, қарасаң шекесі тырысып кетеді ғой, тілім ұшында тұр, тоқташы тұр деп. Қиналады да. Ол білетін еді, бірақ айтамайды да, Аллах есінен шығарып тастады. Өйткені адам лайықты емес, олар сөз айтуға. Лайықты емес. Қияметтің күнінде бұл дүниеде сәждеге намазға құламағандар, қияметте Құдайды көрген кезде сәждеге құлағысы келеді екен да. Йаума юкшаф ан сақ ва юдъун иля суджуди фала ястатиъун. Қияметтің күнінде Аллах көрінгенде, бәрі сәждеге шақырылғанда, бәрі сәжде қылады. Дүниеде сәжде қылғандар сәжде қылады екен, сәжде қылмағандар сәжде қыламайды. Аллах тағала берін қайқайтып қояды екен да. Бұрып қояды. Көк жерлермен шалқасынан құлайды екен да. Дүниені де Құдайдың ұлықтығын танып, басын Аллахтың алдына ие алмағанға, Құдай тағала оның басына керегі мұқтаж емес, оны игеніне. Ешқандай қажет емес. Өйткені онда құлшылық жоқ. Сол ертеңгі күні қабірде осы сұрақ қойғанда қалай не істейміз? Оны ойланып керек. Ол бізге ертеңнен де жақын мүмкін. Тез-ақ, ұзақ емес. Тез-ақ болады ол. Ертең біз амал дәптеріміз беріліп атқанда не істейміз? Құранда ayet келеді. Фастаизу билла, бисмилла. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
ертең бір мұсылмандардың кітабы оң қолынан беріледі. Бұл жақсы белгі. Сол кітап берілгенше адамдар күтіп тұрады. Уайым, не болады? Тозаққа кетем ба, жәннатқа кетем ба, жағдайым қандай болады? Уайым, қайғы, қасірет, ештеңе ойламайсың. Қасында кім тұр білмейсің. Қасында әйелің тұрса да білмейсің. Балаң тұрса да көрмейсің. Әкең тұрса да байқамайсың. Сөйтіп уайым шек, кітабым қай қолынан келеді деп тұрған кезде, бірақ та саған кітабыңды оң қолына әкеп береді екен да. Ол кезде адамның қуанғанын суреттеу мүмкін емес. Соны Құранда айтады. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Кімнің енді кітабы оң қолынан келсе, فَيَقُولُ ол сөзді айтады екен, «Ха умуқрау китабия». Кітап оң қолынан берген кезде жүгіреді дейді. Ей, келіңдер, оқыңдар мені кітабымды. Қуанып кетеді да. Қуанып кетеді. Ол суреттеу мүмкін емес. Бұрын стадионда футбол болған кезде лотерея ойнататын Совет үкіметінде. Үлкен кісілер білетін шығар. Сонда әкем кішкентай баламын алып барды. Отырмыз, ол спорттың адамы еді. Жүгілейді қойып қойған, өз ең қымбат машина жүгілей қойған, елдің бәрі ұмтылатын. 2 жүгілей машинасын қойып қойған, бірінші неден кейін, бірінші ойнап болғаннан кейін арасында перерывта лотерея ойналады. Кейін екіншісі. Сонда елді футболға шақыру үшін істеп жатқан нәрселер ғой. Сөйткен кезде пәленше нөмір деген кезде бір адамдікі дәл шыққан екен де, бір қазақ бейшара. Жаңағы жерде қуанғаннан бар ғой, адамдарды басып кетті. Жүгірді лотерейді көтеріп, деп айқайлап жүгіріп бара, ештеңе көрмейді. Прямой машинасына жүгіріп баратыр. Мілсалар тоқтатып үлгермеді. Сөйткен ол спортсмен адам емес, көрініп тұр, қарны шығып кеткен адам жүгіріп баратыр да. Сөйтті футболный поле барьер бар ғой, содан секірді ғой. Секірді, аяғы ілінді, бұрқыда қалды. Содан тұрған жоқ. Сон барып қынсылап әйтеуір көтеріп алып кетіп қалды арғай. Бір жаман жүгірейге де. Ертең сенің жәннатқа кіруіңе кіргізетін кітап берілген кезде ол қуанышты суреттеу мүмкін емес. Ха умуқрау китабия, мені оқыңдар кітабымды дейткенде, сосын не деп айтатын білесіздер ма сол адамның? Инни зананту анни мулақин хисабия. Қуанған айтатқан дейді. Мен ешбір күмән жоқ еді. Ақиқатта білгем, қияметте Аллах Тағаланың алдында есеп болатын дейткенде. Кітабы оң қолынан келетіндер, ертең Құдайдың алдында әрбір сөз үшін, әрбір іс үшін, әрбір киім үшін, әрбір нәрсе бала-шаға үшін, денсаулық үшін сұрақ беретін, білетін адамдардікі да. Арақ ішіп денсаулығын құртып жатқандар ертең сұрақ береді. Арақ ішкен адам кітап оң қолынан беріп жүгіріп кетеді деген нәрсе жоқ. Инни зананту анни мулақин хисабия, мен сөзсіз сенгем, қияметте Аллах Тағала маған кітабымды оң қолынан береді, мен білгем, күдігім жоқ етін дейді. Сондықтан Аллахқа шын сену керек. Сахабалар тозақ жайында айтып отырған кезде пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен отыр еді, бір Құранның аяты түсті. Я айюхалладина аману қу анфусакум ахликум нара вақудуха аннас вал хижара алейха малаикатун ғилазун шадидун ла ясун Аллах мамрун яфалу марун деген аят түсті. Ей иман келтіргендер, өздеріңді, және сендер өзінің бала-шаға, жан ұяларыңды дозақтан құтқарыңдар деген аят түсті. Ол дозақтың отыны адамдар мен тастар болады. Тасты білесіздер қалай қыздырады. Ол дозақта періштелер бар, Құдайдың әмірін екетпейтін. Қатыгез, күшті, сүйретті алып жүрмеді, сен құтылып кете алмайсың. Содан құтқарыңдар деген кезде осы дозақты сенген соншалықты олардың уаймен отырды. Сонда бір сахаба талып түсті да. Қорыққаннан талып түсті. Өліп баратыр. Пайғамбарым жүгіріп барып, қолын жүрегінің үстіне қойды. Соғып тұр екен ептің. Сосын айтты: "Я фата қул ла илаха иллаллах". Ей жігіт, айт ла илаха иллаллах деп айт деді. Өлетін адам иман үйру деген сөз осы негіз. Барып ла илаханы айтқызу. Ей жігіт, қул ла илаха иллаллах деп айт. Ей айт деп. Жігіт ла илаха иллаллах деді де өліп кетті. Фабашшараху бил жанна, пайғамбар айтты, жаннатқа кіреді деді.
Сахабалар бәрі көрді, біз ше Аллахтың елшісі деді. Сонда пайғамбарымыз айтты, Құран аятын оқыды. Залика лиман хафа ваид ва хафа мақам ва хафа ваид. Бұл нәрсе Аллах Тағала айтқан еді ғой Құранда. Ертең Құдайдың алдына тұратын күннен қорыққандар үшін, Құдайдың ескертуінен қорыққандар үшін болады деді. Құдайдан қорықпайынша қаяқтан болады ол нәрсе? Шақырылмаған қонақ сыпырылмаған жерге отырады дейді. Ішіп жеп, жүрегім таза деп жүріп, жәннатта армандау мүмкін емес. Амал істеместен жәннатқа кірем деп ойлағандарды жындылардың қатарына қосыңдар дейді Хазірет Әлі. Жындылардың қатарына қосыңдар дейді. Жұмыс істемей айлық алам деген адамды жынды дейміз ғой. Сол сияқты ақыретке амал істемей жәннатқа кірем дегендер жындылардың қатарына қосыңдар дейді. Міне сол адам айтады екен, кітабын қолына берген, инни зонанту анни мулақина хисабия, мен күмәнсіз сендім, менің кітабым оң қолымнан келеді, мен ешбір күдігім болған жоқ дейді. Фахуа фи ишати радия, ол жәннатта ризалыққа бөлем жатады дейді. Ол жәннат кейін сипаттайды. Қутуфуха дания, жемістері төмен. Ояқта не бір жағдай көз көрмеген, құлақ естімеген, адамның ойына, жүрегіне келмеген нәрселер болады. Ондай нығмет ол жәннатты елестету мүмкін емес. Мүмкін емес. Кулу вашрабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия. Кейін айтылады екен дейді. Жеңдер енді жәннатта, ішіңдер, рахаттаныңдар, сінімді болсын. Бима аслафтум фил айямил халия. Осы дүниелерінде істеген амалдарыңа қарай дейді. Жәннаттағы нығмет сенің істеген амалыңа қарай екен. Сенде намаз жоқ, ораза жоқ, онда ақырет ештеңе жоқса. Істеген амалыңа қарай ішіп же дейді. Сен көбірек Құдайдан қорықсаң, көбірек нығмет. Сен көбірек намаз оқысаң, саған көбірек нығмет. Сен көбірек садақа тартсаң, саған көбірек нығмет. Соған қарай. Жәннатқа Аллахтың мейірімен кіреміз, бірақ жәннаттағы дәрежелер біздің істеген амалдарымызға қарай болады екен. Енді айтады. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Ал біреудің кітабы сол қолынан беріледі. Қорқып, зәреш жүріп, қай жағынан келеді деп уайымдап, сонша уақытта тер болып жатқан кезде адамдар жылап, көздің жасы таусылып, көздің жасының орнына қан аға бастайды дейді. Сондай уайымменен жылап, не істерін білмей тұрған кезде, ол бейшара бақытсызға кітабын сол қолынан алып келіп береді екен да. Кітабы келген кезде айтқан, я лайтани лам ута китабия. Мына кітапты алмай-ақ қойғаным да ғой. Валам адри ма хисаби. Есебім не болатынын білгенде ғой. Білмей-ақ қойғанда ғой. Я лайта канатил қадия. Маған бір өлім жетсе, қайт тірілмейтіндей. Жәннатта керек жоқ, дозаққа да түспей-ақ қойын. Кейін сол сөзін былай мойындайды екен. Өзі. Ма ағана анни малия. Халака анни султания. Көп адамдар осыдан дінге келмей жүр. Менің мал мүлкім мені құтқармады дейді. Дүние деген нәрсеге болады дінге келмей жүргендер бар да. Дүние деген нәрсеге болады дінге келмей жүргендер бар. Халака анни султания. Менен билігім кетті дейді. Бір-екі адамға басшы болған қалайды. Біреу оған жұмсағанды қалайды, біреуді жұмсаған өзін жұмсағанды қаламайды, біреудің жұмсағанды қалайды. Біреуді тыңдағанды қаламайды, біреуді тыңдатқанды қалайтын адамдар бар. Осы тәкаппарлығынан дінге келе алмай қалады екен. Өзі сонда мойындайды екен. Маған мал мүлікте пайда бермеді дейді. Қазір дінді ұнатпай, мұсылманды менсінбей, керемет нәрседе орында, керемет басшылықта, керемет дүниемен жүрген бір адам дейік. Құдайдан алыс, мұсылманмен шаруасы. Ол адам біреуге амандаспайды, біреу оған амандасса, айтыр сол саған шын беру мүмкін. Сол адам жүрген кезінде ешкімге амандаспай, енді сол адам бір адам келіп айтса оған, жай адам. Ей аға, жібінен түсіп баратқан кезде, аяқ киім бауын тағып жіберсесе, не дейді ол саған? Кете ар дейді. Мойынды үзіп алайын ба дейді. Сен не сөйлеп тұрсың дейді. Талқанда жүрең бай жағын дейді. Сен не өзің оттап тұрсың, басың істей ма сен баланы дейді. Аяқ киімді тағып жүрсең. Оны жұмсауға болмайды. Ертең дозаққа барған кезде, оны дозаққа кіргізіліп, ояқта азапты көріп, қан ірін ішіп, шайтандармен бірге шыңғырып жатқан кезде, ол дозақта азабын көрмей-ақ қойыншы, бірақ сол мұсылмандардың тамағын таситын, ыдысын тасып жүретін адам болайыншы деп армандаса да кіре алмайды да жәннатқа. Ештеңе істемей-ақ қойын. Сол жәннатта олардың есігін ашып кіргізіп, есігін жауып, сояқта аяғын жуып беріп,
сол жақта мен ыдыс аяғын тасып беріп, стаканмен жаңағыдан су таусылып қалса жүгіріп келіп құйып беріп тұратын адам болайыншы, басқа ештеңе керек жоқ. Қордың қызы да керек жоқ, басқа керек жоқ. Әйтеуір тозақтан құтылайын десе, оған да жоқ та, оған да жете алмайды да. Бірақ соны армандайды. Сондайды армандап қалады да. Сол үшін шынымен де бұл өмірде біз Құдайдан шын қорқа білуіміз керек. Бұл бірінші жағдай, осы өлімді ойлау Құдайдың бар екенін мойындау алып келеді. Екінші жағдайды айтып кетіп, одан кейін уақытымызда біршама болып қапты. Екінші жағдай, бұл Құдайдың бізге берген нығметтерін ойлау. Егер Аллах Тағаланың бізге берген нығметтері жайында ойласақ, көп, Аллахқа шүкірлік етуге алып келеді. Аллахты тануға алып келеді. Өйткені жалпы есі бар адам өзіңе жақсылық істеген екен, біреуге жақсылық істеген келеді. Екі кісі отыр дейді. Екеуі бір-біріне жақын, бір-бірін сыйлайтын кісі, бір-біріне бауыр кісі. Ол әкесі мен баласы дейді. Баласы бар, сонда әкесі баласын айтады дейді. Балам, осы сені қарап отырсам, сен елге жақсылық істегің келеді. Елдердің көңіліне шыққың келеді. Постоянно адамдарға жақсылық істейсің, біреу қиналып десе көмектесесің, досыңның жағдайын сұрайсың, ауырса. Сол дейді, сен істеген адамдар жақсылық қайтара ма? Соны уақытын бөліңге, сен барып денсаулығын сұрадың, ол сен денсаулығын сұрай ма? Біреуге қарыз бердің, соған қарыз бере ма дейді. Иә, береді дейді. Бермей қалса ше, ондай ақымақ адам ғой, ондай мүмкін емес дейді. Бас дейтін адам жақсылыққа жақсылық, сыйға сый жасайды әке. Мен ондай жындыны көрген жоқпын дейді. Егер шынымен де сен барып біреудің жағдайын сұрап едің, сен алған кезде мен сенбей кетті. Сен біреуге қарыз бердің, сен қарыз бермей кетті. Сен қонаққа шақырсаң, сен қонаққа шақырмайды. Сен көмектессең, саған көмектеспейді. Сен оны мақтасаң, сен жамандайтын. Адам болса дейді, ол адам емес қой, ит қой дейді. Ол хайуан ғой дейді. Бірақ Аллаға шүкір, менің достарым бәрі жақсы дейді. Әке, сондай бір адам бар дейді. Қойыңыз әке, ондай адам жоқ дейді. Кім ол дейді, айтыңызшы дейді. Ол сенсің депті. Әке, айтып жатсыз депті. Қойыңызшы әке, неге өйтіп айтасыз депті. Сен өзің айтып жатсың. Біреуге жақсылық істесем, ол адам ақыл болса қайтарады, ақыл жоқ болса қайтармайды. Ол ит. Иттік істеген болады. Ал Құдайдың саған сонша жақсылық бергенге сен жақсылығың кән, намазың қайда дейді. Оразаң кән сен. Сен қарыз берген үшін оған қарызын беріп жүрсің. Қонаққа шақырған үшін қонаққа шақырып жүрсің. Сыйға сый, сыраға бал деп жүрсің. Сенің намазың жоқ. Құдай Тағаланың Құдайдың саған берген нығметін есептесең, санына жете алмайсың дейді. Және біліңіздер, адамдардың көбісі бақытты болғысы келеді, бірақ Аллах Тағаламен қарым қатынасын түземеген адам еш уақытта бақытты болмайды. Бұған ешбір күдіктеріңіз болмасын. Бүкіл дүниенің алтынын басына үйіп қойса да. Алтын төсекте жатып, күміс табақтан ас ішеді. Ол бақытты боламайды. Өйткені Аллах Тағала айтқан, «Иннаху адхака ва абка», күлдіретін де, жылататын да ол Аллах Тағала дейді. Аллахтың қалауынсыз бақытты болу мүмкін емес. Сол үшін әр қашанда адамдар өзі менен Аллахтың арасында қарым-қатынас түзеу керек. Бұл мысалы, сіздің бір танысыңыз бар дейік. Ол танысыңыз, досыңыз ба, кластасыңыз ба, жоқ армияда служып кеткен бірге служағыңыз ба, бір үлкен жұмысқа тұрды. Өкіметке ме, әкімшілікке ме, жоқ бизнесмен болып кетті ме. Сөйтіп сен енді қарапайым ауылда қалып қалдың. Сосын бір жерде кездесіп қалдың. Қарасаң, әжептәуір жерге шарықтап кетті. Сосын сен айттың, мен кішкентай бір шаруам бар еді, сен маған көмектесің, көмектесем. Мә телефон, мә жазып ал, керек кезде звонда, любой проблема болса, мен шешіп беремін, қолымнан келгенше деп кетіп қалды досыңыз. Сосын сен сол досыңменен байланысты үзбей тұрсаң. Қалайсың, денсаулығың жақсы ма? Жақсы. Жаңағы мейрам болып жатқан кезде құттықтап қойсаң, үй алған кезде құттықтасаң, қонаққа шақырсаң, онда қазақта мақал бар, білесіздер. Көзден таса, не дейді? Көңілден алыс дейді. Сен көзбен көріп тұрсаң, ол сенің көңілінде боласың адам. Сен оның көзіне көрінбей жүрсең, ол сені ұмытып кетеді. Сөйтіп жүрсең, бір күні сенің басыңа қиналдың. Өмір сондай қиыншылықтан тұрады, черный полоса, белый полоса дейді ғой. Маал осыр юсран, қиындық мен жеңілдік. Өмір ылғи жақсылық болып кетпейді, ылғи бейнет болып кетпейді. Аллах сынайды, жақсылық береді, сынайды, сол күйінде өте береді. Ауырасың, бір күні сау боласың. Сол қиналған кезде досына звондаса, онымен қарым-қатынас дұрыс, амандасады, сәлемі дұрыс, туған күні болса құттықтап жатыр. Жаңа біздің енді осы заманның лайықты айтып жатқаным. О үйіне алып жатса құттықтап жатыр, новоселесіне барып жатыр. Үйіне тамаққа шақырып жатыр, тамағына барып жатыр. Арада сыйлықтар жүріп жатыр. Сөйтсе, осындай жағдай болып қалды, көмектесіп жіберсе, мақұл көмектесіп жіберем дейді да. Енді сол кетті, телефон тастап кетті, сен 3 жыл онымен сөйлескен жоқсың. Вообще хабарласқан жоқсың. Ұмытып кетті сен. Сосын сенің басыңа бір қиын жағдай болып қалды да. Бір сондай бір беделді адаммен танысқан екенсің. Сіз звондап, қиналған кезде нөмірін естіп түсіп қалдың да, звондадың да, ағатай, осындай жағдай болып тұр, көмегіңіз керек десең, кім едің сен? Мен анаушы.
Қайерде, білесіз, бір дастарханның үстінде танысып қой, сонда сіз маған телефоныңызды беріңіз. Қашан осындай 3 жыл бұрын? Пәленшенің үйіндеші? Жарайды. Не болып қалды осындай жағдай? Жарайды, көрейік енді, ойланып көрейік енді дейді да, бірақ істемейді да. Өйткені сен көңілінде жоқсың. Ол сен көріп жүрген жоқ. Аллах Тағаланың көңілінде болмаған адам ісі еш уақытта болмайды. Сол үшін намаз Аллах Тағаламен 5 рет телефонмен сөйлескен сияқты да. Ей Раббым, Аллах Тағала, жүрмін міне сенің алдыңда. Сенің берген рызқыңды жеп жатырмын, сенің берген сусыныңды ішіп жатырмын, сенің берген киімді киіп жатырмын, сенің берген балашағыңды сүйіп жатырмын, сенің берген әйеліңді құшып жатырмын, сенің әйтеуір амандығымен осы көзіммен көріп жатырмын, құлағыммен естіп, ей Аллах, бәріне шүкір, мен сені ұмытпаймын. Міне мен саған шүкірлігім деп таңда, міне шүкірлігім деп күндіз, бүкіл жұмысы қызып жатқан кезде тоқтайды, бұның бәрі тоқтай, Аллахтың маған шүкірлік қылайын деп сәждеге құлау, бұл үлкен шүкірлік та. Түсінген адам бұны істейді. Сол үшін біз бір адамға жақсылық қайтармаса, ренжиміз ме? Вообще шүкірлік жоқ адам екен, оны жақсылық істеген жақпайды. Жетеміз де мақалдаймыз одан кейін. Біреуге мылтық үйреттім, берген болды, мен атты, күшік асырап ит еттім, балағымды қанатты, ой оңбаған, бергенін қайтпайды екен. Ал Құдаймен ше? Құдайдың бізге бергені қанша? Бірақ соның бәрін Құдай хақысын сұрап отқан жоқ. Тек қана дінмен жүрсең болды. Ал дін деген юридуллаху бикумул юсра, сендерге жеңілдік қалаймын дейді. Дінмен жүрген кезде сен дүниең жоқ болса да бақытты бола аласың. Сен шүкірлік қыласың. Кімде иман болса сода бақыт дейді. Бұл исламның адамға беретін бақыты. Пайғамбарымыз хадисі бар. Барлық адамның іздеп жүргені бақыт. Дұрыс па? Кафірдің да іздеп жүргені бақыт, мұсылманның да іздеп жүргені бақыт. Бұл бақыт тақырыбында көп адамдар сөйледі де, көп адамдар жазды да. Біреу айтты бақыт деген дүние деді, біреу бақыт деген әйел деді, біреу бақыт деген үй деді, біреу бақыт деген машина деді. Әркім бақытты әрқандай түсінді. Бірақ бәрінің ортақ бір сөзге келіскен сөзі бақыт деген жүректің тыныштығы дегенге келісті де бәрі. Жүректің тыныштығы дегенге келісті. Өйткені ой бақыт деген сұлу әйел деп жүрген кезде, әйел кісі бір күні күйеуінің көзіне шөп салған кезде оған ондай үлкен қасірет жоқ та. Бақыт деген дүние деп жүрген кезде дүниеден адасқан күні ондай үлкен қасірет жоқ. Тозаққа да кіріп кетіп жатыр, дінге келмеген екен. Исламда дүниені жинама демейді, бірақ дүниені діннен артық қойма дейді. Әркім бірақтан ең соңында бәрін түсінгені, келешекке үмітің көп болып, жүрегің тыныштық болатын болса, бақыт сол дегенге бәрі келісті. Ал Аллах Тағала өзі солай деп айтқан. Ала бизикриллахи татмаиннул қулуб, біліңдер, Құдайды ойлаумен жүрек тыныштық табады дейді. Ол бақыт Құдайды ойлауменен, Құдайға өзінің құл екенін сезінумен ғана келеді. Басқа ешбір жол жоқ. Біздің заманымызда кездесіп жатқан бүкіл қиыншылықпенен, бүкіл бақытсыздықпен, келеңсіздіктің жауабы тек қана Құран, бұған күмәндарыңыз болмасын. Бұл проблеманы Америка шеше алмай жатыр. Жезөкшелік, наркомания деген, подростковый қылмыстар, бұны Америка шеше алмай жатыр. Байлығы ең үлкен мемлекет Швейцария, Япония деген мемлекеттер бар. Бірінші орында тұратын. Бірақ өзін өзі өлтіруден және бірінші орында тұрады екен да. Өзіне қол жұмсалу салдан. Бұны телевизордан да жиі көреді, қазірлер телевизор көретіндер де көп қой. Бір бай болады, 3 заводы болады. 3 заводын бірақта бір бақталаса, бір заводын күштеп тартып алған кезде өзін өзі кабинет атты сайтты. Өйткені Құдай өліп қалды, оның Құдайы дүниетін. Ал пайғамбар айтады, Таиса абдуттирхам дейді. Абдуттинар. Тиын тебеннің құлдары бақытсыз дейді. Пайғамбар не айтса, сол дәл болады. Кім бақыт дүниеде деп, дүниені діннен артық қойса, ол адам міне уже бақытсыздыққа бастады. Ол бақытсыз болды деп есептей беріңіздер. Дүниені жинай бастаған кезде бір қиыншылықта, ой, теру керек, ол үшін ұйықтамау керек, сотовыйды өшірмей жату керек, ана жақтан Германиядан машина келе жатыр. Түнде ояқтың сағаты басқаша, біздің сағат басқаша, звондап қалу мүмкін. Қоп қояды. Онан кейін мына жақта тағы бизнес болып жатыр, мына жақта бірдеңе өртеніп жатыр, мына жақта бірдеңе жанып жатыр, мына жақта налоговый не жатыр, мына жақта тағы бірдеңе қинап жатыр, соның бәрі тұру керек, сөйлесу керек. Семьясымен жөнді бола алмайды. Әйелдер ренжіп жүреді, бала шағасының тәрбиесін көңіл бұра алмайды, ұйқысы қанбайды, сөйтіп жүрген кезде бітпейді. Аптада 7 күн болатын болса, 7 күннің бір-ақ күні демалыста, қалғанның бәрі той домалақ. Анаған бару керек, оған туған күні ойбай біреу стиральный машина беру керек, анаған бірдеңе беру керек, анаған мынау беру керек деп, сонымен оған беріп жүреді. Ол әкелу керек, оны үйту керек, қонақ күту керек. Тынымсыз шаршайды. Екінші, ол дүниені жинағаннан кейін және тыныштық жоқ та, оны қорғау керек та.
мына үй деген мынада қымбат тұр, біздің үйде ақша тұр, ол үшін сейф керек, біздің үйде мебель тұр, ол үшін железный дверь керек, біздің үйде мынандай тұр, ол үшін ит керек, ол үшін сигнализация керек, енді охрана керек, енді мынандай керек, енді мынандай керек, және тыныштық жоқ. Оны қаралдау керек енді. Жинаған дүние сені қаралдамайды, сен оны қаралдауың керексің. Сөйтіп жүрген кезде сол дүние қолыңнан кете бастаса, дүние деген қолдың кірі дейді. Ол сенің басында тұрмайды, ол сенің мықтылығынан келіп жатқан жоқ ол дүние. Тағдыр сені жазғаннан кейін келіп жатыр. Ол қолынан кете бастаған кезде, ол адам және бір қинала бастайды. Мәссаған не болды? Сонша бейнетпен. Сол үшін ояқта дүниесі жүрегіне кірген адамдардың өздерін ат тастайтын содан да. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям сондықтан нақты айтқан, ол кісі Аллах шындықты айтқызған, таиса абду динар, дүниеге құл болғандар бақытсыз депті. Осы жерде бір қисса өздеріңізге еске салу үшін айтып кетейін. Ілгерде бір айтып өткем. Бір кісі, осы біздің қоғамда өмір сүріп жатқан кісілердің достары болады, әдеттен де. Досы квартира алса, бұл квартира алу керек айтыр. Ипотека болса да, басқа болса да, процент болса да. Өйткені қонақ барған кезде шақыратын үй болу керек. Бірақ досы үйіне қонақ барса, ол неше түрлі обой болмаса ремонт істеп саптапты. Евро ремонт істепті. Енді бұл евро ремонт істеу керек. Барса, ол бірақ кожаный мебель алыпты. Енді бұл кожаный мебель алу керек. Барса, телевизор алыпты, не бір. Бұл телевизор, барса спутник алыпты. Енді бұл спутник алыпты. Сол айту керек та. Қазақша айтқан кезде кедей бай болсам деп жүр, бай құдай болсам деп жүрді. Осы күйде әрекеттер өтіп жатыр. Өйстіп жүрген кезінде жаңағы адам енді ақша оңай келіп жатқан жоқ, аспаннан жауып жатқан жоқ ешкімге ақша. Ол тырмақтап, өйтіп жеп, өзінің жеген тамағынан қысқартып, сөйтіп мода болған заманында кожаный мебель алады ғой, өте қымбат. Оны шетелден әкелгізеді. Сөйтіп ол кожаный мебельді алып келіп, шетелден қойғызып, бәрін не қылып, бір рахаттанып, сонысында жатып, жұмыстан келген кезде галстук шешіп, жаңағы жеңіл киімдерін киіп алып, сонысында жатып, телевизорды пультпен қосып қарап, сипалап қойып, қонақтар келген кезде таңғалатын болды деп сөйтіп жүреді. 2 баласы бар екен, Құдай берген, кішкентай балалар бар екен. Жұмысқа кетеді. Енді баланың аты бала. Бала әрқашан қызығы, ойыншық әкеліп көрсең, ойыншықты ойнамайды. Бір-екі рет домалатады, одан кейін ішінде не бар екен деп, тас етіп сындырып тастайды. Бала сондай өзі. Бірдеңе берсең, ол талқандайды. Магнитофонға жіберсең, телевизорға жіберсең, ой шұқылап, бәрін жұлып, құлағын тартып, өйтіп, шынуын тартып, ол бышын шығарып жібереді. Ол бір қызығын көру керек та. Бала сондай, табиғаттың өзі сондай. Тынымсыз. Сон бұл жұмысқа кетеді, үйінде 2 бала қалады, 2 бала алысады, секіреді, диванға шығады, диваннан секіріп түседі, үйтеді, бүйтеді, бірақ та кішкене айтады да, мына диван неге жұмсақ дейді. Білмеймін, енді жұмсақ, қараш секірсең секіреді. Қызық секіреді. Бұлай себебі астынан қаранса көрінбейді, шетінен қараса көрінбейді. Давай көрейік дейді. Сөйтіп кухнядан шай алып келеді дейді. Қанша уақыт армандап әкесі кірген диванды екеуі талқандап жыртады да. Жыртып, не қойыңызда бір пружина лып өтіп шыға келеді да. Арғанда айтыр нелер бар, мақта сияқты заттар. Ой, мынау екен ғой. Осы ма сонда? Давай екінші жағын көрейік. Екіншісін жыртады. Үшіншісін көреді. Креслода осындай ма екен? Креслоны да көрейік. Оны да талқандайды. Сөйтіп біткеннен кейін, түк жоқ екен ғой деп кетіп қалады да. Кейіннен кейін барып миларына түседі да, бірдеңені бүлдіргенше. Әкесі жұмыстан келген кезде жайлап бұрышқа тығылып отыра қалады. Әкесі ойында ештеңе жоқ. Діннен хабары жоқ. Құдайдан гөрі, діннен гөрі дүние жақын жүрегіне рахаттанып, кіріп, жұмыстан кіргеннен кейін көзіменен бір диванға бір қарап қойын дейді. Сөйтіп залға кіріп келіп, қарап қалсам, быт-шыт болып жатыр да. Пружина, мақта. Ей, мынаусы не? Деп айқайлайды. 2 бала бүрісіп қалады, бірден түсінеді, бір жақсы болмайын деп тұр, что әкеміз қатты айқайлады. Жүгіріп келеді, түсініп тұр енді 2 баланың істеген тірлігі де, баланың тірлігі. Жүгіріп келеді, сендер ма деп, олар әкесі жүгіріп келеді, ашуланып жүгіріп келетқан кезде уже 2 бала түсініп шыңғырып жылайды да қашып. Қолап жүріп біреусін ұстап алады, ұрып кішкентайын екіншісін ұстап алады, оны ұрады. Сен ба, әке қойдым, қоймайды, ашумен ұрып жатыр, паймай ашуланба дейді өсиетінде. Ашу бар жерде ол қиын. Шешесі арысы, өлтіресің баланы, қой десе, шешесін итеріп жібереді, сенің шаруаң болмасын деп. Ұрып жатыр баланы, ұрып жатыр, соғып жатыр. Сен мына қолыңмен кестің ба, аяғымен кестің ба дейді, бірақ та сол үтіктің шнурын суырып алады, жаңа жұлып алады, баланың қолын байлайды, одан кейін барып аяғын байлайды. Қатты ашумен байлаған кезде қатты байлап жүреді. Анау қолым, әке қолым, аяғым аяғымды қарамайды, сөйтіп бір бөлмеге кіргізіп, тарсып есігін құлтайды, шыңғырады. Әке қолым ауырды, қойдым, әке деп шыңғырып жанында шығады. Шешесі байқұс шырылдап, қойшы деген шешесін итереді. Қазір барып есікті ашып, соның жібін шетін болсаң, сенің басында жарам. Вообще ажырасамыз, талақ боламыз.
деп ашуланып, дастарханда ше алмай дірілдеп, қалтырап, ана бала жылап жатыр, үй айқай, шу бычыт болады да. Талқан шығып кетеді. Сөйтіп жатады, бала жылайды, бірақ та әкесі ашуменен ұйықтап кетеді. Баланың жылаған дауысы тоқтайды. Шешесі сол кезде кіре алмай қалады. Біраздан кейін оянады, біраз уақыт өтіп кеткен. Енді балам неге дауыс шықпады? Неге тырс демейді? Неге жыламайды бұл? Деп әкесі ашу басылғаннан кейін, содан кейін бір ақыл келіп, жүгіріп барып есікті ашып барса, баласы есінен танып жатыр. Сөз жоқ, өліп қалған сияқты. Барса, денесі жылып, қолмен аяқ қап-қара да, қан жүрмей қалған. Бұл бірден түседі, барады, қолын шеше, есін жимайды бала. Ей, балам, тіл жоқ. Балам, жұлқайды, тіл жоқ. Демалып жатыр, жоғара деп тынысты. Больницаға барады, тез машина салып алып барады. Доктора көрсетеді, үйтеді, бүйтеді, доктор айтады: кешіресіз, баланы құтқарып алып қалу үшін біз оның қарайып кеткен қолмен аяғын кесуімізге тура келеді дейді. Баланың қолы мен аяғы кесіледі, үйіне алып келеді, екі алақан жоқ, екі табан жоқ. Бейшара бала ойнағысы келеді, бала жүгіргісі келеді, бала еркелегісі келеді, бала тамақта отырған кезде өзінің қалаған жегісі келеді, біреудің алдындағы кәмпитті алып жегісі келеді. Енді бала ондай ешқайсысын істей алмайды да. Әкесі отыр, шешесі отыр, інісі қарап, ананы көріп шошиды, ағасының қолын қарап, зәресі ұшады, қасына жоламайды. Қолың қайда деп сұрайды. Ол жылайды, туалетке өзі бара алмайды, біреу апару керек. Дастарханда отырған кезде қалаған алып жей алмайды. Сонда бала қиналып әкесіне айтканда: әке, ендігәрі диваныңды кеспеймін, қолдарымды қайтарып берші маған деп жылайды екен. Қайтарып бере ала ма сол әке қолдар? Ей, біз бишара пенделер, адамның басына бір талым түсіп қалса қайтып жабыстырып бере алмаймыз да, шашты. Көз көрмей қалса қайтып көргізе алмаймыз да. Бір клетканы біз жасаған жоқпыз. Аллах тағала жаратты бізді. Бала алаңда Алла берді, сонша нәрсе бар, и сонша бақытты болуға жеткілікті нәрсе бар, Құдайға шүкірлік ететін, бірақ біз бақытты басқа нәрсе іздегіміз келеді. Осы бір дүниеге деген махаббатынан қанша ләззаттан құр қалып жатыр. Бір ауылда бір әкейді көріп отырмыз, жылап отыр. Не болды? Баласы бар екен. Спортсмен болған, мектепті бітірген, достары бар. Сосын әкесі жап-жаңа Жигули алған, гаражына кеп қойған. Сосын бала енді, дін үйретпеген оған. Сосын кешке достары кеп сықырып тұрады. Сықырып, не болды? Жүр, бір жерге вечерге барып қайтайық, машинаңды алып шық, әкең ұйықтаған кезде жайлап, айдап алып шық, мен айдайын машинаны. Қазір әкем ұрса, құлағына лапша іліп тасташы дегенге шық. Үйтіп ұйықтаған кезде шығады, бір күн ештеңе білмейді, екінші күні шығады, үшінші күні шыққан кезде машинаны соғып алып келеді. Әке бала қоя салады, азанда әкесі тұрып қараса, машина соғылып жатыр да, бычты. Ей, мынау не сұмдық, кім соқты? Баласы екен біліп тұр да. Үндемейді, ұрыс керіс, сол әкесі гаражда тұрады да, монтировканы алып баласына лақтырады. Лақтырған кезде баласының басына тиіп кетті да. Өлмепті, есіне танып қапты, больницадан шығыпты, жынды болып шықты да, ес білмейді дейді. Аузына сілекей ағып, деп отыр дейді. Сол баласы, мені ертең үйлендірем, мені қызығын көріп отырған баласына қарап отырып, жылап отырды. Көп адамдар ойлайды, дінге келгені баласы бишаралық деп. Дінге келмегені бишаралық та баланы. Ол дінге келмеген бала. Бір күні наркоман болу оп-оңай. Бір күні біреуді пышақтап қою оп-оңай. Бір күні қызға зорлап кету оп-оңай. Бір күні бір ауруға ұшырау оп-оңай. Ол бүкіл нәрсеге, өйткені қаптап жатыр қылмыс деген. Шайтан қайын деп жатқан жоқ. Бір үлкен ағамыз өкіметте істейтін, ислам дінін қабылдап 5 уақыт намаз оқитын, сол айтады: менімен бірге жұмыс істейтін қызметтегілердің бәрінің қорқаты баласы мен қызы қашан наркоман, қашан жезөкше болып кетеді деп қорқады дейді. Кәдімгі уайымдайды дейді. Бірақ мен қорықпаймын дейді. Өйткені балам мен қызым намаз оқыды дейді. Содан кейін өмір өзгерді дейді. Арақ ішпейді, дискотекаға бармайды, кітап оқиды, компьютерді игерді, жақсы болды, дұрыс болды, мен қорықпаймын дейді. Сол үшін қазақтың бір сөз бар етін: Құдайдан қорықпағаннан қорық деген екен. Аллах тағала баршамызды кешірсін, ізгілікке бастасын. Аллах тағала бізді туралыққа, осы иманменен бақытты қылсын, ислам дінінде өмірге алып келсін. Және біліңіздер, ислам дінін ұстау ақыр заманға қарай қолда шоқ ұстағанмен тең болып қалады дейді. Сен осы хақ жолды ұстап жатсаң да біреу жеп көретін біреулер бар, түсінбейтін да. Біреулер бар да. Неге орамал тағып алдың? Айтпен де көшін, неге кіндігің ашылып кетті деп айтпайды да. Неге орамал тағып алдың дейді. Таң қаласың.
Сен неге намаз оқып жүрсің дейді. Неге намаз оқымай жүрсің деп айтса, нормальный да сұрақ. Неге намаз оқып жүрсің дейді. Осындай да сұрақ болады екен. Өздері білмейді не айтып не қойып жатқан. Баласы қазір әкесіне әке арақсыз той өткізейік десе, ей, жындысың ба дейді. Арақпен той өткізу нормальный да. Біреу айтқандай, достық үшін деп арақ ішеді де төбелеседі дейді. Денсаулық үшін деп ішеді де бүйрегі келеді дейді. Наоборот істейді дейді. Бәрі наоборот істейді де, естесің біреу айтса, ол адамдар ненормальный сияқты да. Өзі нормальный сияқты. Ақ пен қараны ажырататын ешқандай парықты білмей қалған. Сондықтан Аллах Тағала осындай бір заманда иман нәсіп еткен үшін Аллахқа сансыз бір шүкірліктер болсын. Исламсыз жүрген үшін сансыз бір шүкірліктер болсын. Осы нығметтің қадірін ұмытып қалмаңыздар. Бақыт деген имандарыңыз күшейген кезде табастар. Иман күшейген кезде сіз намазға тұрып, я Алла деп бойыңыз жібіп, Құдайдың ұлықтығын танып, тіліңізбен Құранды оқып, маңдайыңызбен сәждеге барып, я Раббым деген кездегі рахатты шын жүрекпен оқысаңыз, дүниеден жүректен уайым шығар. Ол кездегі рахат бөлек. Сол үшін пайғамбарымыздың сахабалары оны сезінетін, сол үшін пайғамбарымыз оны сезінетін. Біләлға азын айт дегенде, я Билал, арихна дейді, ей Біләл, біздің жанымызға рахат бер дейді, азын айт демейді. Рахаттанат дейді. Сахабалар намаз оққан кезде рахаттанат, намаз бітсе жылайтын. Намаздан кейін намазға кірісетін. Құран оларға ең рахат нәрсе болатын. Дүние еш уақытта рахат бермейді. Ол уайым салады, ол қасірет әкеледі. Ал Құдайдың сөздері وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Біз Құраннан шифа жаудырамыз, мейірім жаудырамыз дейді Аллах Тағала. Лил-муъминин, иман келтіргендер үшін дейді. Иман келтіргендер үшін дейді. Сол үшін намазға өте ықтият болыңыздар. Соған ықыласқа көңіл бұрыңыздар. Аллахпен имандарыңызды күшейтіңіздер. Осы Аллахпен болған иманды күшейтсеңіздер, сіз ел сезбеген рахатты сезінесіздер. Білесіздер, о дүниеге барған кезде амал жоқ, намаз жоқ. Бірақ намазды рахаттанғандар, қазір намазға қораға сүрген қой сияқты жүріп оқимыз да. Бұрын намазға рахаттанғандар, Хазірет Омар пышақтап тастаған кезде қан сорғалап жатыр, намаз деген, намаз ба деп тұрып намаз оқып кірісіп кетті да. Қан сорғалап жатыр да. Намазға олар сонда бір кісі қиямет күнінде намаз ештеңке жоқ, тек қана есеп, бұнда да намаз бар. Онда намаз жоқ, бітті. Отчет ояқта. Сонда айтады екен, я Аллах Тағала онда намаз жоқ қой дейді да. Рахаттанады екен да намазданшы. Өкінішті дейді да. Егер Құдай Тағала дейді, ол дүниеде сен бір адамның, осы бүкіл жарық адам үшін бір адамға өлгеннен кейін намаз оқуға рұқсат беретін болсаң, соны маған берші деп тілейді екен да. Сондай рахаттанады екен да. Ал намазды қалай болай солай оқысаң, әлбетте бұл рахат жоқ. Жем шоққан тауық сияқты болып кетсе, ондайға күйге түсіп кетпеу керек. Кеше біз айтып кеткеніміз сияқты, бір адам бар, намазына тұрады. Намазында тілмен оқыр Құранын, тәкбір айтып, сәжде жасар жүзімен, бірақ жүрек сәжде қылмай қалады деген намаз оқылады. Болды, физиология істеп отқан сияқты да, раз, два, три, четыре, бірақ жүрек аяқта дүниені ойлап жатыр, аяқта әйелдің бетінен сүйіп жатыр, аяқта сүт пісіріп жатыр, аяқта ақша санап жатыр да жүрек. Дене істеп жатыр. Ештеңке білмейді. Осылайша зая етіп еңбекті, оятпастан ақиқатқа жүректі, дүние деген бесігіне салып ап, шайтан малғын талайларды тербетті дейді. Дүниеге деген махаббат күшейіп кетсе, адам намаздан да рахат сезіне алмайды. Бірақ бәрі ондай емес, ал біреудің оққан намаз қандай рахат. Түсінетіндер бар. Ол намазға асығады, намазды жақсы көреді, намазға ұмтылады, ол тұра бергісі келеді. Сахаба әйелдер болған пайғамбарымыз кезінде намаз оққан кезде тіпті физически жарамай қалады екен намазға. Не істейді? Пайғамбарымыз бір сахаба әйелдің үйіне кіріп келсе, үйінде бір арқан байлап қойған дейді, үйдің ішіне. Мынау не дейді екен да? Жаңа әйел кісі намаз оққан кезде аяғы шыдамай құлап бара жатқан кезде сол арқаннан ұстап тұрып оқиды дейді екен да. Физически шыдамай жүрегі намазға ұмтылып кетеді екен да. Жүрегі намазға ұмтылып кетеді екен. Сол үшін осы біреулер намазға ұмтылатындар бар. Сонда айтады, ал бір мүмін жан сәждесіне құлады, сәждесінде тілмен оқыр Құранын. Бір мүмін жан сәждесіне құлады, қимай сәждесінен тұрады. Бітер намаз, бірақ оның жүрегі сәжде қылған күйінде сол қалады дейді. Құдай деп жүре береді. Тақуалар бұл өмірде қасқағым, мың көтерер,
сәжделерден бастарын, бірақ жүрек көтерілмей қалады. Көтерілер қияметтің күнінде, көтерілер көру үшін нұрлы жүзін Алланың дейді. Сол құлшылығына бар, Аллахқа бірақ барады. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Аллах баршаңыздан разы болсын.